Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай нәзік, дәмді шығатын кекстің рецептімен бөлісемін. Өте нәзік, үлпілдек, дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып, үстінен құмшекерімізді салып, ағарғанша миксермен араластырамыз. Оның үстіне еріген сары майымызды құямыз. Енді оның үстінен жылы айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыз бен разрыхлителімізді жақсылап сетадан өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды екіге бөліп салған дұрыс, масса сонда отырып қалмайды. Біздің тестамыз осындай болу керек, видеодағыдай. Енді формаларымызды алып, ішіне тестамызды құйып шығамыз. 180 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Әркім өз қалауымен мейіз, жаңғақ, қатқан клубника барлығын салса болады. Әркім өз қалауымен жасайды. Міне кексіміз дайын, бетіне сахарная пудра септім. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Мен рецептімен 12 штук шықты кекстің саны. Және менің каналыма қосылуды ұмытпаңыздар. Бұдан да керемет рецепттер